Сәлеметсіздер ме 7-ші сыныптың оқушылары, бүгін 4-ші тоқсан бойынша дүниежүзі тарихы пәнінің БЖБ-ның екінші нұсқасын талдайтын боламыз. Бұл БЖБ 2-ның тақырыбы суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен 19 ғасырдағы өзгерістерге шолу және ғылыми ойдың даму бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Орындалу уақыты 20 минут. Бұл жерде бізге оқушылар бірнеше 3 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ағымдарын жіктеуіміз керек. Екінші тапсырмада өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны айтуымыз керек. Және үшінші тапсырмада ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызына баға беріп, яғни сипаттап өтуіміз керек екен. Оқушылар тапсырмаларға өтпестен бұрын дәл қазір каналға жазылып, дәл қазір қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңдар. Өйткені бұл біз үшін өте маңызды. Сендер біздерге осылайша өз қолдауларыңды білдіретін боласыңдар. Егер де әр видео сабақтың астында белсенді болсаңдар, онда алдағы уақытта 7-ші сыныптың тапсырмалары уақытылы түрде әрі толық түрде талдайтын боламыз. Алғашқы тапсырмаға назар аударайық. Берілген суреттерді стиль түріне қарай сәйкестендіріңіз. Бұл жерде 4 сурет берілген. Бірінші суретте қарап назар аударайық. Бірінші суретте бізде неоклассицизм бейнеленген, яғни сол стильге жатады. Екінші суретте романтизм стиліне жатады. Үшінші сурет бізде реализм стиліне жатады. Ал төртінші сурет импрессионизм стиліне жатады. Осылай біз суреттердің стиль түрін ажыратып сәйкестендірдік. Бірінші тапсырма түсінікті болса, келесі екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма Перовтың қаладан оралу суретін пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бұл жерде қаладан оралған әкенің отбасымен қауышуы бейнеленген. Яғни осыған байланысты сұрақ, суретті басқаша қандай атау берсек болады? Басқаша қаладан оралудан басқа меніңше былай атау берсек болады. Қауышқан отбасы, отбасылық бақыт, жылулық, отағасы деген секілді атауларды қойсақ болады. Енді неге осындай біз атау бердік? Соны түсіндірейік. Бірінші, екі аргументті келтіруіміз керек. Бізде бірінші аргумент, өйткені бұлай қоюымның себебі, өйткені суретте әкесін күткен отбасының шаттыққа толы сәті бейнеленген. Суретті байқасаңыздар, әкесі сырт киімін шешпеген, үйге келе сала балалармен керемет әңгімелесіп жатыр. Балалар да оны қызықтап тыңдап тұр, қасында 3 баласы, үшеуі де тыңдап тұр. Екінші аргумент, бұл суретте жылулық сезіледі. Әр кейіпкердің көзінде бақыт бар. Қауышқан отбасының қарапайым бақытты бейнеленген. Әйелі жанталасып, жанында шай қойып, шайдан деп жатса, әкесі мен балалары үлкен махаббатпен бір-бірлеріне қарап тұр екен. Осындай біз екі аргументті келтіріп өттік. Оқушылар тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл жерде дәл осы аргументті жазу керек деген мақсат міндет жоқ. Сондықтан осыған қарап өздеріңіз басқаша ойларыңызды қосып өтсеңіздер болады. Сонымен екінші тапсырма аяқтаймыз. Келесі үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырмада ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызын дәлелдеп жаздыңыз. Яғни ғылыми жаңалықтардың маңызы, 4 маңызын жазуымыз керек. Жалпы ғылым ол бізде қоғамның рухани мәдениетінің құрамдас бөлігі болып табылады. Адамзат дамуының белгілі бір кезеңде ғылым дами келе қоғамдық сананың дербес формасына айналды. Себебі қоғамдағы сан-саналы мәселелер көп жағдайда ғылымның араласуымен шешіледі. Енді бізде бірінші жаңалық адам өміріне маңызы. Бірінші, қазіргі заманның ғаламдық мәселелерін шешуде ғылымның әлеуметтік күш ретіндегі функциясы өте маңызды. Оған мысал ретінде экология мәселесін келтіруге болады. Ғаламшардағы табиғи ресурстардың сарқылуы, ауаның, судың, топырақтың ластануы сияқты қоғам мен адамға қауіпті құбылыстардың негізгі себептерінің бірі ғылыми техникалық прогрестің қарқындылығы екені белгілі. Қоршаған ортаның қауіптілігінің масштабы мен параметрлерін анықтауда ғылыми деректер жетекші рөл атқарады. Яғни бұл жерде біз ғылымның экологиядағы маңызын атап өттік. Келесі екінші маңызына дәлел ғылымның тағы бір жетістігі жаһандық позициялау жүйесі. GPS деп оқылады, яғни GPS ол аспан кеңістігіндегі жасанды жерсеріктердің сигналымен жұмыс істейді. GPS жүйесі
алғашында әскери мақсатта жасалған, ал қазіргі таңда осы жүйе арқылы көлік, кеме жүргізушілері, ұшқыштар, тіпті аңшылар мен саяхатшыларды өз жолын адаспай табады. GPS жүйесін ойлап тапқан ғалымдардың арқасында қалаған жерімізге жету оңайлай түсті. Яғни дәл қазір сіздерде де GPS арқылы телефондарыңызда осы құрылғы барлығында бар. GPS арқылы барлық жерді оңай табамыз. Келесі ғылымның адам өміріндегі тағы бір маңызы өндірістік технологиялық функцияны айтсақ болады. Өндіріске инновацияларды, жаңа технологияларды ұйымдастыру нысандарын және тағы басқасын айтсақ болады. Егер де өндіріс ғылымы дамымаған болса әлемде, онда жаңа технологияларды, өндірістік инновацияларды болмас еді. Келесі 4-ші адам өміріндегі маңызды ғылымның мәдени ағартушылық жағын айтсақ болады. Мәдени ағартушылық функциясы негізінен ғылымның мәдени құбылыс, адамдардың мәдени дамуы және білім факторы. Ғылым жетістіктері, идеялар мен ұсыныстары бүкіл оқу процесіне, бағдарлама жоспарларының, оқулықтардың мазмұнына, оқыту технологиясына, формалар мен әдістеріне айтарлықтай әсер етеді. Бұл жерде жетекші роль педагогика ғылымына тиесілі екені сөзсіз. Оқушылар, сонымен біз қысқа нұсқа, яғни ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызын 4 дәлелмен келтірдік. Бұл дегеніміз бұнымен бітпейді. Айта берсек, ғылымның әр түрлі салада адам өміріндегі маңызы зор. Соның біз тек қана 4-еуін атап өттік. Сонымен оқушылар, біз 7-ші сыныптың дүниежүзі тарихы бойынша БЖБ 2-ның барлық тапсырмаларын талқыладық сіздермен бірге. Осы жұмысымызды, еңбегімізді бағалап, каналға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңді қалдыра кетуді ұмытпаңдар. Өздерің сыныптастарыңа, достарыңа осындай озат бұл канал бар деп әрдайым айтып жүріңдер. Сендерге осы БЖБ-дан жоғарғы ұпай алуларыңа тілектеспін. Ендеше келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.